Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал орнатып алайық. Барлықтарыңа айна тарқатып беремін. Бұл әдіс айна әдісі деп аталады. Айнаның бетінде мотивациялық сөз жазылған. Барлығымыз бірге сол мотивациялық сөзді сезініп айтамыз. Әлем менімен әдемі. Мен әлемнің ең сұлу, ең мықты, ең үздік оқушысымын. Мен жетістігіммен әлемді бағындырамын. Өте жақсы. Үй тапсырмасы. Жарықтың түзу сызықтың таралу заңы. Жарықтың түзу сызық бойымен таралу заңы болады. Геометриялық оптиканы 4 заңы бар. Біріншісі қандай? Жарық түзу сызық бойымен таралады, жарық шағылады, жарық сынады, жарық бір-біріне тәуелсіз таралады. Үй тапсырмасы соның бірінші заңы жарық түзу сызық бойымен таралады. Жылулық жарық көздері сәйкестендір. Жарықтың түзу сызық бойы таралу заңының бір дәлелі ол не? Көлеңке, нысан берілген, яғни көлеңке қайда түседі, соны бейнелеу керек. Келесі тапсырмасында кім бейнелейді? Бар ма мен бейнелеймін дейтіні? Аяру. Бояп, көлеңкені қалай түсетінін бояп көрсетеміз. Түзу сызықты таралу заңы қалай айтылады? Жарықтың түзу сызықты таралу заңы дәлел ол айның тұтылуы, күннің тұтылуы және көлеңкенің пайда болуы. Өте жақсы. Көлеңке дегеніміз жарық энергиясының түспейтін жер. Тапсырмасына жақсы дайындалып келіпсіңдер. Енді бүгінгі жаңа тақырып сендерден сұрайын. Геометриялық оптиканың бұлжымас 4 заңы қалай айтылады? Бірінші заңы қандай? Жарық түзу сызық бойымен таралады. Екіншісі жарық шағылады. Үшіншісі жарық сынады. Төртіншісі жарық бір-біріне тәуелсіз таралады. Өтеміз, тәпсірлерімізді ашып, күннің бетін жазып аламыз. Эксперимент арқылы түсу және шағылу бұрыштарының тәуелділігін анықтау. Эксперимент арқылы түсу және шағылу заңдарын эксперимент арқылы анықтай алады. Оқушының өзін бағалау парағы барлықтарына берілді. Яғни бірінші түсіну бойынша жарықтың шағылу заңдарын түсіне алса, тиісті балыңды белгілейсің. Әрқайсының жеке бағалау парақтарың арқылы бүгінгі сабақтарыңды өздерің бағалайсыңдар. Бұл аптаның дәйек сөзі еңбек, қуаныш, жалқаулық, ажырамас, азап. Абай Құнанбаевтан нақыл сөзі. Ең айнаға байланысқан нақыл сөздерді ойланып айтып көрейік. Кім біледі? Айна мен еңбек сөздерін байланысқан нақыл сөздерді кім біледі? Ұтлеу. Айна алдында түзелгенше еңбекпен өзіңді түзет. Өте жақсы. Ұлдана. Еңбек жоқ болса, өмірі тозады, айна жоқ болса, бейнең бұзылады. Өте жақсы. Адамның жан дүниесін көрсететін болса, айна сыртқы бейнесін көрсетеді. Бүгінгі жаңа сабақты түсіну үшін барлығымыз бейне баянға назар аударайық. Жарық тегіс бетке түскен кезде шағылу құбылысы байқалады. Жарық сәулесі беттен кері бағытта таралады. Айна бетіне түскен сәуле деп аталады. Тосу нүктесіне жүргізілген перпендикуляр сызық нормаль деп аталады. Түскен сәуле мен нормаль арасындағы бұрыш түсу бұрышы деп аталады. Бұл бұрыш жарық сәулесінің айнаға қандай бағытпен түскенін көрсетеді. Айнадан кері тараған сәуле шағылған сәуле деп аталады. Шағылған сәуледе нормаль мен белгілі бір бұрыш жасайды. Шағылу заңы бойынша түсу бұрышы шағылу бұрышына тең. Бұл заң барлық тегіс беттер үшін орындалады. Жазық айнада пайда болған кескін тура және жалған болады. Кескіннің өлшемі заттың өлшеміне тең болады. Кедір-бұдыр бетке түскен жарық әртүрлі бағытта шашырайды. Бұл құбылыс диффузиялық шағылу деп аталады.
Теңіз бетке түскен жарық белгілі бір бағытта шағылады. Бұл құбылыс айнадай немесе бағытталған шағылу деп аталады. Екі айна арасындағы бұрыш өзгерген сайын кескін саны да өзгереді. Кескін саны бұрышқа байланысты формула арқылы анықталады. Айна медицинада адамның ішкі мүшелерін көру үшін қолданылады. Мысалы, тіс дәрігерлері және эндоскопияда айна маңызды құрал болып табылады. Айна техникада перископ сияқты құрылғыларда қолданылады. Ол жарықты бағыттап көрінбейтін аймақтарды бақылауға мүмкіндік береді. Жарықтың шағылуы дегеніміз, жарықтың бір айналып бетке түсіп, кері қайту құбылысын жарықтың шағылуы деп айтамыз. Жарық айналып бетке түседі. Және айналып бетке түсірген перпендикуляр сызық нормаль сызығы деп аталады. Және жарық шағылады. Жарықтың шағылу жағын тұжырымдайтын болсам, жарықтың түсу бұрышын альфа әрпімен белгілейміз, жарықтың шағылу бұрышын бета әрпімен белгілейміз. Енді жарықтың шағылу жағын тұжырымдайтын болсам, жарықтың түсу бұрышы мен шағылу бұрышы өзара тең. Бұл заң жарықтың шағылу заңы деп аталады. Енді мына жер жарықтың түсу бұрышы, мына жер жарықтың шағылу бұрышы, мына жер айналық бетке түсу бұрышы аралығы деп айтылады. Ал мына жер шағылу бұрышы мен айналық беттің аралығы деп айтылады. Шағылу заңы түсу бұрышы мен шағылу бұрышы өзара тең. Жазық айна дегеніміз біздің күнделікті пайдаланып жүрген айнамыз жазық айнаға мысал бола алады. Жазық айна кескін, тура, жалған және дененің өлшеміне тең. Дене қандай айнаға дейінгі аралықта тұрса, кескін дәл сондай аралықта тұрады. Шағылудың екі түрі бар: айналық шағылу және жасанды шағылу. Айналық шағылу дегеніміз, егер жарық тегіс бетке түсетін болса, онда шағылу түрін айналық шағылу деп айтамыз. Ал егер жарық тегіс емес, кедір-бұдырлы бетке түсетін болса, онда шағылудың түрін шашыранды шағылу деп айтамыз. Барлығымыз дәптерімізді ашып жазып аламыз. Яғни нормаль сызығы дегеніміз не, түсу бұрышы дегеніміз не, шағылу бұрышы қалай орналасқан, айнаның барлығын осы материалда дәптерімізге түсіріп аламыз. Жазық айналардың қолданылуына келетін болса, жазық айналар күнделікті тұрмыста айна ретінде қолданылады. Медицинада, стоматология және хирургияда емдеу процесі кезінде қолданылады. Техникада оптикалық құралдар ретінде жазық айна пайдаланылады. Жаңа сабақ түсінікті болатын болса, жаңа сабақты тәжірибе жүзінде көрейік. Бірінші тәжірибені виртуалдық тәжірибе арқылы жазық айнаның қандай кескін беретінін және шағылған кезде қандай кескін көруге болатынын тәжірибе арқылы көреміз. Барлықтарының алдарында ноутбук тұр. Оптикалық негіздері дегеннің ішінде бірінші линза, екінші айнаdır. Бізде бұл көрген тақырыбымыз айна болғаннан кейін айнаны таңдап аламыз. Жазық айна берілген, жазық айнаның кескіні беріліп тұр. Яғни мұна тұрған кескін дене мұна тұрғанымыз біздің айнамыз, мұна тұрған денеміз, яғни дене қарандаш, яғни мұна жерде қарандаштың кескіні берілген. Қарап тұрғандарыңдай, көріп тұрғандарыңдай өлшеміне тең, жалған, тура, және қандай ара қашықтықтар тұр, дәл сондай ара қашықтықта кескін беріліп тұр. Яғни осы фет бағдарламасы арқылы біз дененің түрін өзгертуімізге болады. Яғни мына жерде қарандаштың орнына басқа денелерді алуымызға болады. Яғни мына жерде пингвинді алуға болады, жұлдызды алуға болады, немесе бағдаршаны алуға болады. Сендерге қайсысы ыңғайлы, өздерің таңдайсыңдар. Мына жерде тұр, мына жерде диаметрі де бар. Диаметрін өзгерту арқылы дененің өлшемін өзгертуімізге болады. Кескінді өзгертіп,
кескіннің қандай да денені өзгерту арқылы кескіннің өзгерісін көре аласыңдар. Мына жердегі дене мен айнаның аралығы қандай қашықтықта тұрса, дәл сондай қашықтықта кескін де тұр. Мына жердегі айнаның диаметрін өзгерту арқылы мынау бұрыштарды, шағылу бұрыштарын өзгертуге болады. Диаметрін өзгерткен сайын, егер үлкейтсең, бұрышта да, түсу бұрышы да, шағылу бұрышы да артып жатыр. Бір-біріне перпендикуляр орналасқан екі айна арасында зат тұр. Неше кескін пайда болатынын анықтаңдар. Жазық айнаның орналасу бұрышын өзгерту арқылы онан кескіндерді бірнеше кескінге өзгертуге болады. Яғни бұрыштарды өзгерту арқылы, кішірейту және үлкейту арқылы үлкейтсек, онда біздегі берілетін кескіннің саны да өзгереді. Оның санын есептеу үшін мына формуланы пайдаланамыз. Кескін саны тең 360 градус бөлінген орналастырған бұрышын азайтылған бір саны арқылы, осы формула арқылы жазық айнаның бұрышын өзгерту арқылы кескін санын анықтауға болады. Яғни бірінші топқа шағылу заңына есептер болатын болса, екінші топқа жазық айнаның бұрышын өзгерту арқылы кескін санын табуға есептер алып келді. Бірінші топ шағылу заңына есептер шығарасыңдар, екінші топ кескін санын анықтауға есептер шығарасыңдар. Регламент 3 минуттың ішінде шығарып үлгеруіміз керек. Топпен жұмыс болғаннан кейін балалар бірігіп ақылдасып орындайсыңдар. Су бұрышы неше градус болса, шағылу бұрышы сонша. Бізде альфа 60 градус берілген, бізге табу керек шағылу бұрышын. Бізде альфа мен шағылу бұрышы тең, сондықтан бізде альфа 60 градусқа тең болады. Ветта 60 градусқа тең болады. Жақсы, яғни шағылу бұрышы мен түсу бұрышының тең екендігін ескеретін болсақ, онда біздің 60 градус түсу бұрышымыз, веттамызда шағылу бұрышы да 60 градус болады. Жақсы, өте жақсы отырамыз. Екінші есеп бізге кескін санын анықтауға берілген. Бізде берілгені альфа 45 градус, біздің табу керек. Жазық айнаның кескін санын табуымыз керек, е? Формуламыз 360 градусты альфаға бөліп, одан бірді азайтуымыз керек. Біз 360 градустан 45-ті азайтып, бөлеміз, е? 360-ті 45-ке бөлсек? Бөлсек 8 шықты, оны бірді азайтқанда 7 болды. Бізде кескінде 7 жазықтық көрінеді. 7 кескін көрінеді, 45 градус берілген бұрышта 7 кескін көрінеді, жазық айнадан. Өте жақсы. Дәптерімізге жазып аламыз. Бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бекіту сұрақтарына жеке жұмыс алынды. Яғни 4 сұрақ беріледі, 4 сұраққа жеке оқушы жауап береді. Бірінші сұрақ. Кім жауап береді? Бірінші сұраққа жарты шағылу заңы дегеніміз не? Қандай? Еңіріп. Жарықтың шағылу заңы ол түсу бұрышы мен шағылу заңы өзара тең. Екінші сұрақ, жазық айна дегеніміз не? Қолдана. Жазық айнаға біз күнделікті қолданатын айнаны жатқызсақ болады. Жарықтың шағылу заңының формуласы қандай? Кім біледі? Айзере. Тақтаға жаза қойып, жарықтың шағылу заңының формуласын. Альфа тең. Яғни түсу бұрышы тең шағылу бұрышы. Жазық айнаның формуласы қандай? Нүктелеу. 360 бөлінген альфа минус 1. Яғни мен дегеніміз кескін саны 360-ты бөлеміз, берілген бұрышқа азайтамыз, бір саны арқылы бізде жазық айнаның бұрышын өзгерту арқылы қанша кескін алуға болатындығын есептейтін формула бізде мынадай болып жазылады. Келесі тапсырма тәжірибелік жұмыс, яғни оны жұппен орындаймыз. Мен сендерге жарық көзін берем және айнадағы шағылу, айналық бетке жарық көзін түсіріп, шағылу бұрышы мен түсу бұрышының тәуелділігін анықтайсыңдар. Жұптық жұмыс, яғни екеу ара бір айна, бір жарық көзін беремін.
жарық көзі. Тәжірибе қалай орындалады? Жарықты айналық бетке түсіреміз. Яғни түсу транспортир сызғышы арқылы түсу бұрышын өлшейміз. Және осы арқылы шағылу бұрышында транспортир арқылы өлшейміз. Яғни біздің заң бойынша қалай түсу бұрышы мен шағылу бұрышы тең болу керек. 20 мен түсірдік, 20 мен шағылып жатыр. Бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Егер сабақ түсінікті болатын болса, жақсы, бір ғана оқушының сұрағым бар депті, қалған оқушылардың барлығы бүгінгі сабақ түсінікті деп белгіледі. Қазір қолдарында тұрған бағалау парағын бүгінгі орындалған тапсырмалар бойынша бағалаймыз. 10 балл. Үйге ненің шағылу заңы мен жаздық айнаның теориясын жаттап келеміз және кітаптағы 21-ші жаттығудың есептерін шығарып